Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып халықты жұмыспен қамту. Еңбек жолы байқауы, бизнеске әлеуметтік жауапкершілік бойынша парыз байқауы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Жүсіпов Ерлан Нұрланұлы, Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының басшысының орынбасары. Омар Олжас Қобландыұлы, Астана қаласы әкімдігінің еңбек мобильділігі орталығының директоры. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему «Занятость населения. Конкурс еңбек жолы. Конкурс по социальной ответственности бизнеса парыз». Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашим спикерам, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в соцсетях. Ендеше бастаймыз. Құрметті Ерлан Нұрланұлы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті елорда тұрғындары, брифингке қатысушылар. Мемлекет басшысы өз жолдауында адал еңбекқорлықпен табысқа жеткен адамдар құрметке ие болуға тиіс екенін атап өтті. Ағымдағы жылы наурыз айында еңбек жолы конкурсы және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі парыз конкурсы жарияланған болатын. Осы екі конкурс бойынша жеке-жеке талқылап өтейін. Бірінші, еңбек жолы конкурсы мемлекет басшысының әділетті Қазақстан заң мен тәртіп экономикалық өсім қоғамдық оптимизм жолдауында жарияланған. Жұмысшы мамандықтары жылының аясында өткізілетін болады. Конкурс 3 номинациядан тұрады. Ол үздік еңбек әулеті, ең ұзақ өтілі, ең көп марапаттары бар әулет таңдалады. Екіншісі, жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері. Жұмыс өтілі кемінде 20 жылы жоғары тиімді жұмыс істейтін тәлімгер таңдалады. Және үшіншісі, ол өндірістің үздік жас маманы. Жұмыс өтілі 5 жылдан аспайтын ең белсенді және еңбекқор өндіріс жұмыскері таңдалады. Өтінімдері ағымдағы жылдың 1 шілдеге дейін қабылданады. Екіншісі, ол бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі парыз конкурсы. Халықтың әл-ауқатын одан әрі жақсарту үшін қоғам алдындағы өздерінің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыруға және арттыруға бағытталған. Конкурс 4 номинациялар бойынша қаралады. Ол үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын. Бұл номинацияда өз персоналды қолдауға мүмкіндігі шектеулі адамдардың әлеуметтік бейімдеуге және жалпы қоғамның әл-ауқатын жақсартуға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыратын үміткерлердің қызметі қаралады. Екіншісі, еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын. Бұл номинацияда еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің денсаулығын сақтауға мүмкіндік беретін еңбек жағдайларын жасайтын үміткерлердің қызметі қаралады. Үшіншісі, үздік ұжымдық шарт. Бұл номинацияда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметкерлердің еңбек және әлеуметтік құқықтарын жақсартатын және нығайтатын ұжымдың шарттары қаралады. Және төртіншісі, ол экологиялық қосқан үлесі үшін. Бұл номинацияда қоршаған ортадан қалдықтарды кедеге жарату мен қайта өңдеудің жай-күйін жақсартуға бағытталған табиғатты қорғау бағдарламалардың іс-шараларын және жобаларын іске асыруда ерекше көзге түскен үміткерлердің қызметі қаралады. Өтінімдерді қабылдау 2025 жылдың 1 шілдесіне дейін жүргізіледі. Қала әкімдігі азаматтардың әл-ауқатын арттырып, өмір сүру сапасын жақсарту бағыттарында жүйелі шараларды жүзеге асыруда ерекше назар әлеуметтік осал топтарды қолдауға, сондай-ақ еңбек ұжымдарының еңбек жағдайларын жақсарту және әлеуметтік тұрақтылықты нығайту еңбек адамның құрмет көрсетуге бағытталған. Сол себепте қыркүйек айында еңбек күніне орай іс-шаралар өтеді. Оның ішінде еңбек форумы өткізіледі. Кәсіптерді, салаларды бойынша танымал ету үшін еңбек ардагерлері мен өндіріс озаттарын құрмет көрсету және еңбек жолы және парыз конкурстарын өңірлік жеңімпаздарын марапаттау.
Сонымен бірге спорттық және мәдени іс-шаралар тағы да басқа өтеді. Барлық жұмыс берушілерді, еңбек ұжымдарын, кәсіподақ ұйымдарын және бизнес өкілдерін конкурстарға қатысуға шақырамыз. Қосымша ақпарат алу үшін 55 68 05, 55 68 34 және 55 68 11 телефон номерімен хабарласуға болады. Барлығымызға ортақ болсын деп орысша атап өтейін. Уважаемые жители столицы, а также слушатели брифинга, в своем послании народу Казахстана глава государства подчеркнул, что люди, добившиеся успеха честным усердным трудом, должны быть в почете. В марте текущего года объявлен конкурс «Еңбек жилой» и конкурс по социальной ответственности «Парас». Позвольте остановиться на этих двух конкурсах по отдельности. Первый – это конкурс «Еңбек жилой», пройдет в рамках Года рабочих профессий, объявленный главой государства в послании народа Казахстана. Справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост и общественный оптимизм. Конкурс состоится по 3 номинациям. Первая – лучшая трудовая династия. Выбирается династия с самым продолжительным стажем, наибольшее количеством наград. Вторая номинация – это лучший наставник работающей молодежи. Выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем более 20 лет. И также лучший молодой работник производства. Выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем не более 5 лет. Прием заявок осуществляется до 1 июля текущего года. Также конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парас» направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственностью перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения. Данный конкурс проводится по 4 номинациям. Это лучшее социально ответственное предприятие. В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы, направленные на поддержку собственного персонала, социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и улучшение благосостояния общества в целом. Лучшее предприятие в области охраны труда. В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности. Третья номинация – лучший коллективный договор. В данной номинации рассматриваются коллективные договора, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. И четвертая номинация – за вклад в экологию. В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в реализации природоохранных экологических программ, мероприятий и проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды и переработки и утилизации отходов. Прием заявок также осуществляется до 1 июля 2025 года. Акимат города Астаны реализует системные меры, направленные на повышение благосостояния и улучшение качества жизни горожан. В центре внимания поддержка социально уязвимых слоев населения, а также улучшение условий труда и укрепление социальной стабильности в трудовых коллективах. В связи с чем в сентябре месяце планируется проведение мероприятий, приуроченных ко Дню труда. Это проведение трудового форума, чествование ветеранов труда, переводчиков, производства для популяризации профессий по отраслям и чествование победителей регионального конкурса «Еңбек жилой» и «Парас», а также пройдут спортивные и культурные мероприятия. Призываю всех работодателей, трудовые коллективы, профсоюзы, представителей бизнеса принять участие в данных конкурсах. Если имеются дополнительные вопросы, контактные номера 55 68 05, 55 68 34, а также 55 68 11. Благодарю за внимание. Благодарим за содержательный доклад. Келесі сөз кезегі Астана қаласы әкімдігінің еңбек мобильділігі орталығының директоры Олжас Қобландыұлы сізге беріледі. Рахмет, қайырлы күн. Мен бүгін сізге 3 мемлекеттік қолдау туралы айтып кетейін. Бірінші ол қысқы мерзімді оқыту, кәсіптік оқыту. Ол жұмыс берушінің сұранысы бойынша ғана ұйымдастырылады. Егер бізде тек қана жұмыс берушінің сұранысы болған жағдайда, біз қысқа мерзімді оқыту ұйымдастырамыз. Оқыту 1 айдан 6 айға дейін өтеді. Шамасында ол 2-3 ай ғана. Оқушыларға стипендия төленеді 43 мың теңге,
Ал егер жұмыс берушінің жұмыс орнында болса, онда жалақы төлей алады. 78 мың теңге. Қазіргі уақытта бізде қабылдау тігінші, арматурашы, тәрбиешінің көмекшісі, аспаз және дене шынықтыру бойынша нұсқаушы, осы мамандықтар бойынша оқуға жазыламыз. Құрметті жұмыс берушілер, егер сізге білікті мамандар қажет болса, өтініш беріңіз. Біз сіздің сұрағыңыз бойынша қызметкерлерді оқытамыз. Бұдан басқа, егер сіздің жұмыс орныңызда оқыту ұйымдастырылса, біз оқитын кісілерге де жалақы төлей аламыз. Екінші мемлекеттік қолдау ол кәсіби білікті тану. Бұл азаматтар үшін еңбек қызметі барысында алған кәсіби тәжірибесін ресми түрде растай алатын жаңа механизм. Кәсіби білікті тану рәсімін тану орталығы жүргізеді. 10 баға болған жағдайда адам кәсіптік білікті тану туралы құжат алады. Бұл қызметі карьер еңбек платформасынан жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтарға ала алады. Үшінші біздің мемлекеттік қолдау ол жастар практикасы. Қазіргі уақытта түлектер оқу орнынан диплом алып, осы біздің мемлекеттік қолдауда қатыса алады. Және де соңғы 5 жылдың түлектері осы бағдарламаға қатыса алады. Практиканың өту мерзімі 12 айдан аспайды. Жалақысы 118 мың теңге. Оклад және әртүрлі жұмыс берушілер, мемлекеттік мекемелері, жеке меншік мекемелері және тағы басқалар. Қазіргі уақытта бізде 3 мыңға жуық орындар бар осы жастар практикасы бойынша. Сегодня я хотел рассказать вам о 3 мерах господдержки. Первое – это профессиональное обучение, краткосрочные курсы. Мы организовываем только по заявке работодателя. В случае наличия заявки и гарантированного трудоустройства после курсов мы направляем на обучение. 2 вида обучения у нас в учебном центре, где выплачивается стипендия, и по запросу работодателя непосредственно на рабочем месте у работодателя. В этом обучении выплачивается минимальная заработная плата еще 20 МРП. Обучение проводится не более 6 месяцев. В практике это 2-3 месяца. В настоящее время мы ведем запись по специальностям швея, арматурщик, помощник воспитателя, повар, инструктор по лечебной физкультуре. Хотелось бы обратиться к работодателям, что мы готовы вам заплатить за подготовку специалистов у вас на рабочем месте. Организовывается это работодателем. Он для себя готовит кадры, и мы за это еще и заплатим работодателю. Более того, мы заплатим 78 тысяч тенге заработную плату во время обучения безработному. Как правило, это 2-3 месяца, но с гарантированным трудоустройством. То есть все обучение у нас только с 4-сторонним соцконтрактом с гарантированным трудоустройством. Также у нас есть мера по признанию профессиональной квалификации. То есть, если у безработного есть навыки в IT-профессиях, но нет сертификата, то он может зарегистрироваться на платформе Карьер Еңбек и пройти непосредственно экзамен в центре признания. То есть за короткое время, за 1 день можно подтвердить свою квалификацию и получить сертификат. Третья мера для выпускников учебных заведений, колледжей и вузов – это молодежная практика. Практика предназначена для выпускников последних 5 лет. В настоящее время
У нас около 3000 вакансий по молодежной практике. Это разные организации, это государственные органы, частные компании. Заработная плата 118 тысяч тенге оклад. Но мы молодым людям советуем не смотреть на это как на зарплату, это как государственная просто помощь в приобретении первого опыта работы. Если вы себя проявите, покажете в первые дни, пусть это будет, может, месяц или два, то вы себе тем самым гарантируете трудоустройство. То есть это как ключ к работодателю. Мы вам просто открываем дверь, чтобы вы зашли к работодателю, смогли себя проявить, показать, тем самым самостоятельно себе обеспечить трудоустройство. И советуем сейчас не тратить время на, не знаю, на отдых там или на что. Многие выпускники летом хотят отдохнуть, осенью только начинают искать работу, но более проактивные выпускники уже эту вакансию могут занять. Так что, уважаемые выпускники, не нужно тратить время. Лучше посмотрите вакансии на Еңбек.kz на сайте, либо приходите к нам в карьерный центр, улица Бейбитшілік 9, и выберите того работодателя, который вам будет по душе. А у нас их более 300 работодателей предоставляют более 3000 вакансий. Қысқаша болды. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. И наш первый вопрос звучит так. По каким номинациям проводится конкурс Еңбек жолы? Рахмет. Как я уже говорил, конкурс Еңбек жолы пройдет по 3 номинациям. Это лучшая трудовая династия. Выбирается династия с самым продолжительным стажем, наибольшим количеством наград. Лучший наставник работающей молодежи. Выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет. А также лучший молодой работник производства. Выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем не более 5 лет. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Срок приема документов для участия в конкурсах Еңбек жолы и Парыз. Срок до 1 июля 2025 года. Осталось менее месяца. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. По каким номинациям проводится конкурс Парыз? Конкурс Парыз проводится по 4 номинациям. Это лучшее социально ответственное предприятие. В данной номинации рассматривается деятельность претендентов, реализующих социальные программы. Лучшее предприятие в области охраны труда. Номинация рассматривается деятельность претендентов, создающих условия труда, позволяющие сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности. Лучший коллективный договор. Рассматриваются коллективные договора, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников. А также номинация за вклад в экологию. Здесь рассматривается деятельность претендентов, значительно отличившихся в реализации природоохранных программ, мероприятий и проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды, переработки, утилизации отходов. Благодарим за ответ. Кто не может участвовать в конкурсах? В конкурсе Еңбек жолы не могут участвовать только государственные служащие, а в конкурсе Парыз могут участвовать все организации, за исключением организаций, у которых доля более 50% принадлежит государству. Благодарим за ответ. Келесі сұрағымыз, сіздің ұйымыңыз маған жұмыс беруші ретінде маман даярлау шығындарын толығымен өтеуге дайын ба? Иә, тегін біз жұмыс берушіге мемлекет қолдау көрсетеміз, төлейміз осы ұйымдастырған оқуға үшін. Бұдан басқа, егер жұмыс берушінің жұмыс орнында оқыту ұйымдастырылса, біз оқытушыға 78 000 тенге жалақы төлейміз. Жауабыңызға рахмет. Следующий вопрос. Я обладаю навыками веб-дизайнера. Правильно ли я понял, что эти навыки можно подтвердить официально? Могу ли я получить свидетельство или документ, подтверждающий мою квалификацию? Да, правильно поняли. Если у вас есть навыки, то вы можете пройти
буквально сдать экзамены и получить сертификат. Для этого необходимо быть безработным, иметь статус безработного, зарегистрироваться и именно на платформе «Карьер Еңбек» пройти регистрацию. Благодарим за ответ. И наш последний вопрос. Есть ли возможность пройти обучение на онлайн-курсах? Если да, то какие направления доступны и как подать заявку? Да, для этого есть портал Skills Еңбек, где на сегодняшний день 882 курса, 333 из них бесплатный. Вы можете пройти онлайн обучение и получить сертификат. Благодарим за ответ. Құрметті Ерлан Нұрланұлы, Олжас Қобландыұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметін алуына келгендеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.